Ассалаумағалейкум достар. Егер сен дене шынықтыруға арналған видеолар жазып жатсаң, сен осы видеоға дәл келдің. Бұл видеода біз дене бірліктеріне арналған видеолар, яғни пайдалы кеңестер және жаттығулар түсіретін боламыз. Бүгінгі кезекте кеуде бұлшықетіне арналған пайдалы кеңестер айтатын боламыз. Сол себепті достар, біздің каналға тіркеліп қой, ал біз видеоны бастаймыз. Олай болса кеттік. Бірінші кеңес. Егер сен кеуде бұлшықетін шығаруға арналған программа өзіңнің құрып бір ай жаттығу жасасаң, немесе жаңадан бастап отырсаң, осы кеңес саған керек болады. Мысалға бастаған кезде, отжимание жасаған кезде екі қателік болады. Біріншісі астыға қарай түсіп кетеді бел, екіншісі үстіге қарай көтеріліп кетеді. Біз қазір астыға түсіп кеткен кездегі жағдайды көрсетемін, айтатын боламыз. Бұл кезде сіздер ойлайсыздар, маған ең бастысы көтеру керек деп. Бірақ та бұл жерде сіздің мақсатыңыз кеуде шығару болғандықтан, бұл жерде ешқандай кеудеңіз өспейді. Себебі сіз денеңізді майыстырып алған кезде, сіз көтерген кезде кеудемен көтердім деп ойлайсыз. Жоқ, ол кезде сіз арқаңызбен көтеретін боласыз. Енді дұрыс техникасы қарапайым. Сіз қолыңызды алшақтатып, яғни иық көлемімен бірдей болу керек. Сосын жасаған кезде сіз түп-түзу жерге кеудеңізді тигізіп көтеруіңіз керек. Ең соңында сіз кеудеңізді осылайынан қысуыңыз керек. Яғни сіз ең бастысы кеудеңізді сезінуіңіз керек. Сол кезде дұрыс техника болады. Екінші кеңесте сіз білесіздер, кеуде ол тек қана бір бөліктен тұрмайды, оны біз үш бөлікке қарастыра аламыз. Бірінші үсті жағы, екінші жағы асты, сосын кәдімгі кеуде бұлшықеті ортасы. Яғни бұны нені білдіреді дейсіздер? Сіздер тек қана осындай отжимание жасай бермей, әртүрлі отжиманиялар жасасаңыз болады. Мысалға айтсақ, сіз орындықты қол қоясыз да, сосын үстінде неместер аяқпен сіздің кәдімгі отжимание жасайсыз. Сол кезде сіздің грудаңыздың үстіңгі бөлігі жұмыс жасайды. Яғни бұл кезде сіздің максимальный ростыңызға әсер етеді. Ал келесі ол грудақтың астына сіз осындай неге қолыңызды қойып аласыз да, брусья сияқты ақырын түсетін боласыз. Оны үй жағдайында да қайталауға болады. Үшінші кеңес ол сіздің максимальный кеудеңізді шығаруға әсер етеді. Яғни сіз бір жақтылық ережесін қолдануыңыз керек. Яғни біз отжимание жасаған кезде жай ғана былай жасай береміз. Сол кезде біздің екі кеудеміз жұмыс жасайды. Сол кезде сіздің денеңіз салмағы екеуіне де бірдей түсіп кетеді. Ал сіз оны сәл ғана өзгертіп, яғни бір жаққа қарай өзгертсеңіз, бүкіл салмақ мынаған түседі. Сіз келесіне мынаған түсірсеңіз, онда сіздің кеудеңіз жақсы өсетін болады. Екі есе пайдалы болады. Оны сіз жасаған кезде түсінесіз. Осымен достар, дене бөліктеріне, яғни грудаққа арналған видеомыз аяқталды. Келесі видеода сіздер осы ақпараттарды пайдаланып тренировканы көре аласыздар. Сол себептен арнаға жазылып қойыңыз, сосын колокольчик яғни қоңыраушаны басып ұмытпаңыз. Сол кезде сол видеоны сіз жібере алмайтын боласыз. Достар, ол видео ертең шығады. Олай болса достар, сол видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Бара жатырмын, біздің инстаграмда ол жерде біздің тренировкамызды көре аласыздар, сосын бізбен бірге жеке қарым-қатынаста бола аласыздар, бізге жаза аласыздар. Міне қазір экранға шығады. Міне мынау менің инстаграм, және Рамазанның инстаграмында тіркеліп ұмытпаңыздар. Ол жерден кез келген сұрағыңызды қоя аласыз. Ең бастысы тупойский сұрақ болмаса болды. Біз кез келген сұраққа жауап береміз. Сау болыңыздар.